Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Міне біздер алдыңғы сюжетті көрген болсаңыздар, біздер AFO системаны істейміз деп едік. Сол системаны болдық. Бұл жердегі системаға просто сырттан таза ауа келіп тұрса болды. Мына системаны біздер полностью өшіріп тастадық. Тек частотник арқылы двигательді қосамыз, сонымен улитка сырттағы ауаны алып цехқа береді. Енді соны қалай жұмыс жасадық біздер? Біріншіден мынандай механический пуск-стоп кнопка алдық. Бұл енді басқа кнопкаларға айырмашылығы. Бұл жерде механический не бар. Онды қосып жүрсек, ол типа сам подпаспен өзі қойып қояды. Енді қалай жұмыс жасайтын қазір тексереміз. Қазір қараңыздар, біздерде частотник өшіп тұр. Біздер бірінші программаға частотник өшіп тұр. Бірінші программаға біздер 30 Гц қойып қойдық. Мен біздер системаны қосамыз. Қараңыздар, қостық. Система қосылды. 30 Гц болды. Плавный запуск болды. Мен 30 Гц. Солай жұмыс жасайды. Өшіріп тастаймыз. Мына жерде системада біздерде кнопка көрдіңіздер, уже ішіне кіріп кеткен бұл. Өшетін сақына кнопка офты басамыз. Болды, өшті. Система, программа өшті, міне 0-ге келеді. 0-ге келеді. Болды. Максимум бір кнопка, 10 метр кабель, 10 метр гофра. Болды, басқа системада ештеңе қажет емес. Сау болыңыздар.